Қазір байланысқа тағы бір азаматты қосқымыз келеді. Жұмыс істеудің орталығының директоры. Бұл азаматтың негізгі миссиясы шетелде жүрген, Қазақстанда жүрген азаматтарды шетелден жұмыс тауып беріп, сонда орналастыру. Түсіндіңіздер ғой, иә? Бір сөзбен айтқан кезде Арман Әлімнұрұлы, сіз тікелей байланыстасыз, әріптестер? Кеш қазақ елі. Кеш жарық. Естіліп тұр ма даусымыз? Естіліп тұр, иә. Арман, сіздер сияқты Қазақстанда орталық көп па? Және де олардың жаңа өзіңіз естіп жатсыз, бұл жерде алданып қалған алаяқтар деп айтып жатырмыз. Азамат, сіздердің компанияларыңыз қаншалықты мысалға заңды жұмыс істейді? Компанияның негізгі заңды жұмыс істейтінін, және азаматтар ертең алдап кетпейтініне кепілдік болу үшін оны қалай білу керек, қалай анықтау керек? Осыдан бастайықшы әңгімемізді. Иә, сұрағыңызды түсіндім. Негізінен Қазақстанда да және шетелде де көптеген компаниялар бар, алдап кететін, алаяқ, жаңағындай өтірік басқаша аттарды жазып алады да бізден ақша талап етеді, осылай деген сияқты. Ондай алаяқтар көп, оларға өзіміз де түскенбіз. Мен өзім шетелде 1,5 жыл жұмыс істеп келгем, сондықтан қалай кету керек, алаяқтарға қалай түспеу керек деген сияқты нәрселерді біліп келдім. Өзім ары қарай солай компания аштым. Енді ашылып келе жатырмыз. Ал біздікі қаншалықты заңды дегенге келген кезде бізде ТО бар, жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік бар бізде, ТО. Бізде жаңағы договор бар, керекті құжаттардың барлығы бар. Бізде бәрі заңды түрде. Жоқ, мен сіздер заңсыз деп отырған жоқпын. Сұрақ мынадай ғой. Сіз мысалға азаматтар алданып қалмау үшін сіздердікі заңды делік. Заңсыз жұмыс істеп жатқан қалай білуі керек азаматтар? Барып отырған сіздер сияқты жұмыспен қамту орталығы дейікші, компания, жұмыспен қамту компаниясының заңды жұмыс екен. Ертең анау шетелге барған кезде тастап кетпейтінін, немесе бір сол еңбек мигранты болып барған азаматты құлдыққа жегіп жібермейтініне қандай сақтандырулар бар? Кепілдік бересіздер ма? Кепілдік береміз, иә. Біз себебі өзіміз істеп кеткен, көрген, білген жерлерге ғана жібереміз. Біз 3-4 жігіт болып жаңағы өзіміз жұмыс істеп келдік. Сол жердегі таныс біздің серіктестеріміз бар, біз солармен жұмыс істейміз тікелей. Қай елдермен? Біз бұлай, иә, басқа айдаладағы адамдарға жібермейміз. Өзіміз білетін, барған, көрген жерлерге жібереміз тек қана. Негізінен қазақстандық жұмысшыларға қай елдерде сұраныс көп және қандай қызмет ұсынады негізінен қазақстандық жұмысшыларға? Көбіне қазақстандық жұмысшыларға Англияны көп сұрайды. Адамдар бізде оңтүстік Кореяны және ақш-ты сұрайды. Бірақ ол жақта мысалға Англияны алатын болсақ, ол жақта маусымдық жұмыс, ол жер 365 күн ашық емес. Ал оңтүстік Кореяға келетін болсақ, ол жақта жұмыс визасы жоқ. Ол жақта кета деген анкетаны толтырады. Сол бойынша барады. Ол жақта жаңа әуежайдан сізді тергеу алады, 50-50. Өтесіз, өтпейсіз деген сияқты. Сол жерде шешілетін нәрсе. Ал енді ақш-қа келетін болсақ, ақш-қа өту қиындау, өйткені көбіне қазақстандықтар шетелге көп шықпаған, енді шығып бастап жатыр. Соңғы 5 жыл делік жаңағы паспортыңыз таза болғандықтан көбіне ала бермейді. Сіздер осы уақытқа дейін қанша азаматқа жұмыс тауып бердіңіздер? Және де азаматтарға қаржыны енді қызмет көрсеткен үшін қанша қаржы аласыздар, қаржыны кім төлейді? Жұмыс тауып бергеннен кейін сол жұмыс беруші төлей ме, жоқ әлде азамат өз қалтасынан алып сіздерге төлеуі тиіс пе? Бірінші жұмысқа кету үшін, иә, әрине азаматтар өздері тауып береді. Ол жақта жұмыс берушілер бізге ақша бермейді ешқандай. Бірінші азамат келеді бізге, белгілі бір клиенттер келеді. Біз осылай жаңағы консультация береміз, кеңесімізді береміз. Егер де ұнап, сол елге кетем деп дайын болып жатқан жағдайда біз жаңағы келісімшарт жасасамыз. Сол кезде азамат белгілі бір сомаларды төлейді, сонымен ары қарай жұмысқа кетеді, визасын алып. Қауіпсіздік мәселесіне қатысты пікіріңізді айтыңызшы. Мысалға барғаннан кейін еліне қайта алмай қалса, сіздер бардыңыздар, жұмысқа орналастырасыздар, бұл 100% дейік, мысалға. Егер ертең бір айдан кейін жұмыстан шығып қалса, оның жағдайы қалай болады? Оның елге оралуына, аман есен жетуіне сіздер кепілдік бересіздер ме? Жоқ әлде бұл жұмысқа орналастырдық, осымен сау бол дейсіздер ме? Бұл сіздердің компанияларыңызға ғана қатысты емес. Мен жалпы айтып отырмын. Негізгі жағдайды суреттеп беріңізші маған. Өйткені ондаған мың азамат, жаңа естідіңіз, мысалға еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен келіп отырған Нұрлан мырза айтып отыр. Бізде 200 мыңнан тарта азаматымыз шетелде жұмыс істеп жүр. Иә? 140 мың. 140 мың азаматымыз.
түсінікті. Көбіне бізге келген азаматтар, біз негізгі бағытымыз Польшаға біз жібереміз. Ол жақтағы айлық табысты азырқанып, олар жаңағы сол жұмыстан шығып кетіп жатады. Ол жұмыста бізде жаңағы келісімшартта жазылған 3 ай бойы сол жерде жұмыс істеу керек деген сияқты. Бірақ өкінішке орай ол жерден шығып кетеді. Шығып кеткендіктен жаңағы біз келісімшартты бұзуға мәжбүр боламыз. Ал соңына дейін істеген кезде азаматтар ары қарай өздері жауапты. Біздің міндетіміз Қазақстаннан виза алуға көмектесіп, жаңағы ар жақта шетелде оны күтіп алады, орналастырады, жұмысына тауып береді деген сияқты. Біз соған ғана жауап береміз. Ары қарай азамат өзі жұмыс істей ма, кетіп қала ма, елге қайта ма, оның барлығын азамат өзі шешеді. Ол бізге тікелей байланысты емес. Осы уақытқа дейін сіз және сіздердің әріптестеріңіз басқа да компаниялар, осы делдал деп айтайық, жұмысқа орналастырушы делдал компаниялар ғой. Делдал компаниялардың арасында із-түзсіз жоғалып кеткен қазақстандықтар бар ма? Жұмыс іздеп барып, содан кейін із-түзсіз жоғалып кеткен. Жоқ, ондайларды естіген жоқ екенмін. Ондай естімеппін. Рахмет, және ондай болмай-ақ қойса екен деп тілейміз. Қазақстандықтар қашанда қауіпсіз жерде қызмет етсе екен. Ол үшін де аз аргументтер жоқ бізде, жетеді. Өйткені бірінші кезекте жаңағы жоғары білімі бар біздің азаматтарымыздың, шетелге барса да тіл білмесе де, мынау қарапайым әлеуметтік желіні, ұялы телефонды, соңғы технологияларды қолдану тәсілдерін біледі ғой. Яғни өзін өзі қорғауға мүмкіндіктері бар. Және шетелге бара жатқан адам, қайда бара жатқан, қандай тәуекелмен бара жатқанын батыл адам деп баға беруге бола ма? Болады. Иә.